Достар, енді бізде турнир басталды. Қазір топ қазақша еп. Алтыншы, енді интернет достар сәл лагат етуі мүмкін, сондықтан көңіл бөлмеңіздер. Енді басталды. Интернет енді лагат етіп отыр, ВК-дан сообщениелер келіп отыр. Кеттік, енді басталды. Енді интернет лагат етеді достар, сондықтан онша көңіл бөлмей қойыңыздар. Енді бәрін бақылап көріп отырамыз. Енді өзіңіз мен айтқанда видео шығарған болатын, іріктеу басталды деп. Енді турнир міне басталды достар. 12-ге кетіп қалыппыз біздер қазір. Ердәуле, бұл менің досым, я. Енді супер дейді. 770 каз бала бәрі бар достар. Маған жазды, ВК-дан барлығы жазды. Енді осы бала маған нені комнатаны осы бала ашып берді. Осы балаға көптен көп рахмет. Қызы көкжал алдыңғы турнирдің жеңімпазы достар. Енді осы турнирде де жеңіп қалуы мүмкін. Енді капитан Бако дейді. Бұл менің енді ауылдасым. Спор қазақша, оларды онша енді білмеймін. Қызы Ихан, бұлар көбісін танимын достар. Қазақ Джокер менің ауылдасым. Мынау 12-ші менің досым, кластасым. 77 каз бала, енді оны танып еткем. 20 адам болып тұрмыз қазір. Сәлем деп жатыр, енді лайк басып қояйық. Енді так. НД YouTube. НД супер деген. Кім екен бұл? Так, бізде Нұрдау YouTube болу керек тұғын негізі. Нұрдау YouTube көрмей тұрмын достар. Мынау уже 1 кило жасап достар, я. 1 кило жасап қойыпты уже. Базар жоқ. Мә, интернет лагат етіп кетті. Енді достар өйстіп қалады. Айыпқа бермеңіздер. Енді біріншіден бастайық. Бірінші, бұл қазір шипярд. Қызей көкжал Сентозада. Мынау шипярдта осы жүр ғой. Мынау патиник екен ғой. Енді интернет лагат етіп кетті. Патиникте мынау да жүр. Екіншіде көкжалда жүрген жоқ. Капитан Бако меді? Жоқ, бұл емес. Бірінші номер меді? Бірінші номер. Шипярдта достар адамдар көп. Қателеспесем осы жерде меді? Или басқа еді? 5-ші отырған болатын. 5-ші енді шипярдқа бара жатыр. Бұл басқа жақта Қызы Хан. Так, лайк басып қойсақ жарайды. Так, Ердәулет не істеп жатыр екен менің досым? Мен алдында адам тұр. Бұл кім? Меді супер. Бұл емес. Жеті каз бала, бұл да емес. Осы ма? Қазақ Джокер Ердәулет. Осы жерде жүр. Мынау уже бір адам өлтіріп тастады. Пикте. Енді Ердәулетті көріп отырайық. Ердәулет бағана адам көрді, бірақ неге атпады, соны түсінбедім. АК алып алды. Енді бұл жерде мен Қазақ Джокерді көрген болатын осы жерде. Бұл қазір қашып бара жатыр екен, қателеспесем. Енді бізде қазір Асултан дегенде 1 килл, содан кейін мына бір жігітте 1 киллдан енді қазір 14 адам қалды. Енді көрейік. Бұл не істеп отыр бұл жерде? Лайк басылайық. Қызы көкжал, лайк басылайық. Жамас сәлем жолдайтын шығар. Эмоция істеп жатыр, нормально. Енді біздің шипярдтағы Шинтоз. Пашиниктегі балдар. Так, кім атып жатыр? Кім бұл? Қызы каз бала бір адам өлтірді. Қателеспесем. Енді көрейік. МК-мен өлтірген болатын. Шамасы осының ішіндегі, осыны өлтірген екен.
әзірше осыларда бір киллдан 13 адам қалды. 13 достар. Так, бұл қашып бара жатыр. Пикте жүр 13. Бимасакиде Казбала қашып бара жатыр. Мади Клоктауэрда жүр. 9 пикте жүр. Так, 11-ден 9 екеуі бір жерде тұр екен. Енді көрейік. 9 мұнда, ал 11 мұнда. Көрейік. Екеуінде де бір киллдан достар. Промоңызды бір киллдан. Енді не істейді екен көрейік. Ол кезде 12 адам алды. Газ Пловер, Акы Драконмен біреуді өлтіріп тастапты. Жарайды енді, көре алмай қалдық. Міне. Давай. 11 есте ал. Екенді жандар аз. Я. Пловер. 11. Ируанан. Бірдей өшім сондай бір. 11-ші. Ау? Я. Осы отты. Красавчик. Енді бұл уақытта бізде мұнау бір адамды көріп тұрған сияқты. Ол кім? Біреу атып жатыр. Мына жақтан қателеспесем ол қазақ Джокер болса керек. Я, қазақ Джокер. Көрейік. Тағы біреу бар сияқты, қателеспесем жақты. Ол кім? 7 ма? Жоқ, 7 емес. 4 емес, 2 емес, 1 де емес. Бір қазақ Джокер осында. Красавчик өтіп жатып. Қазақ Джокер. Менің ауылдасым. Достар, көріп тұрғандарыңыздай MP5 пен Акы Драконға қарсы ойнау дегенің не деген мықты ойыншы десеңші достар. Акы Дракон қалайша ала алмай қалды? Базар жоқ. Просто изи достар. Енді бұл уақытта бізде қазір мынау жүр жас ұлан яқтыр Кізей хан енді жүр бұлда. Енді бізге комнат ашып берген бала, ол да жүр көкжал алдыңғы. Мә достар, не деген бак көрдіңіздер ме? Енді капитан Баконың алдынан біреу өтіп бара жатыр. Қателеспесем, капитан Бако мен біздің бір ойыншы дос болып алған сияқты. Кім ол? Қазақ Джокер мен капитан Бако. Екеуіне болмайды ғой бұлай, екеуі дос болып алған екен енді. Звондап айту керек енді, екеуі де ағалы інілі достар енді. Сондықтан дос болып отқан шығар енді. Мынау қазақ Джокер ағасы, капитан Бако інісі достар. Енді екеуі бір үйде дегендей, екеуі солай дос болып алған екен. Енді бұлар әділетсіздік, бірақ енді атынан атып сасая достар. Базар жоқ. Бағана сөйтіп екеуі жабылып кеткен ғой Акы Драконға. Базар жоқ. Просто изи. Бұл уақытта бізде бірер сообщение жазып жатқан емес. Так, бәр Казбала сол 1 киллмен. 11-ші 1 киллмен. Қазақ Джокер 1 киллмен. Қазақ Джокер. Енді бізде Кізей хан, мен енді көк жал не зонадан өлетін секілді. Енді өлмейтін сияқты, бірақ енді бізге комнат ашып берген бала, бұл пикте смело лутат етіп жүр достар. Капитан Бако, Кізей хан, Жасұлан, Қазақ Джокер. Енді нау Ерсултан бұл керек. Ерулан ба, по-моему. Так, бұны кім атып отыр? Бұны қателеспесем Кізей хан емес пе? Жоқ. Ол да емес. Кім атты? Казбала ма? Жоқ. Я.
Мади екен достар. Вот Мади. Мади красавчик достар. Лайк. Қалай өлтіріп тастады? Красавчик. 5 адам көріп кетті бірден. Енді бізде адам саны азайды. Енді мына 0 килл мыналарда казак джокер. Адамдар азайып бара жатыр. Капитан Бако. Жауан. Бұл крестовать етті. Бұл менің видеомды көрген сияқты что-то. Мен дәл осылай не түсіргенім ол жаққа шыға алмайсыңдар, родной. Ты что делаешь? Қызы Ихан. Так, бұлар қателеспесем қазақ джокер осы жақта. Я қазір екеуі кездесетін сияқты. Қызы Ихан қайда? Қызы Ихан мында. Ол ана жерде көріп тұр ана кімді? Бұл кім? Капитан Бако ма? Я, Капитан Бако бұл. Бұл Капитан Бако. Оны қазір қызы... жоқ, кім? Кім атып жатыр еді? Аслан деді. Жоқ. Олар. Мына жақта жоқ. Казбала емес. Мади емес. Казак джокер емес. Қызы Ихан беді. Я, бұл қызы Ихан екен. Қазір казак джокер рәшт етіп жатыр. Енді Капитан Бако. Бұл екеуі екі жақтан. Қызы Иханға рәшт етіп жатыр, бірақ ол зона. Зона қысып жатыр оны енді. Так. Казак джокер не істеп жатыр бұл уақытта. Бұл уақытта казак джокер әлі орында тұр. Капитан Бако. Екеуі бір адамға жауып жатыр. Ол шамасы оның қайда екенін әлі білмей тұр. Ана жерде ағасы тұр, ағасына қарап бара жатыр ол бірақ. Дұрыс істемеді. Қызы Ихан бұл Скар. Мен көріп тұр енді ататын сияқты. Хет кетпеді, минус 12-18 жіберді. Енді басқалар тоғысқан жоқ па? Мади там. Осы жерде осы жүрген болатын. Бұл астында крестовать етіп жүр. Базар жоқ. Интернет не лагай. Достар, просто менде көріп тұрғандарыңыздай. Андай. Соған интернет қатып жатыр достар. Енді менде қазір алдыңғыдай интернет қатпайды, енді өздеріңіз көріп отқандарыңыздай. Ондай шлей қату жоқ. Мынау жан жағы минамен толтырып тастаған ба? Ё-моё, базар жоқ. Капитан Бако, енді бұл екі бала қызы Ихан. Жабылып жатыр енді, бұл дұрыс емес енді достар. Енді бұл зона қысты сынақтан амал жоқ. Так, бұны атып жатқан, қателеспесем, казак джокер MP5 пен атып жатқан бұл керек. Я, казак джокер MP5 пен. Капитан Бако не істеп жатыр енді? Капитан Бако өлтіріп тастапты ғой. Капитан Бако өлтіріпті достар. Капитан Бако Скар, водный Скармен өлтіріп тастапты енді. Екеуі енді достар, бұлар топ бір алса, бұларға бермейміз енді. Себебі көріп отырғандарыңыздай, болмайды. Так, бұл кімді атып жатыр? Кім? Казако демес пе? Жоқ, Капитан Бако емес. Мына жасұлан болса керек шамасы. Я, осы екен достар. Жаны 30-ақ қалған екен. 30-ақ қып. Так, көкжол не істеп жатыр енді? Көкжол рәшт етесің ба, көкжол? Екінші этажға тығылуды жөн санады. Мәди, бұл уақытта бізде Мәди не істеп жүр екен? Мәди кездесті. Мәди өлтіріп тастады. Красавчик. Мәди өлтіріп тастады. Базар жоқ. Енді Мәди не істеп жатыр? Бұл уақытта
Кызыл көкжал не істеп жатыр? Кызыл көкжал кіріп келді бірінші этажында. Бірінші этажда бұл ана жақта жүр екен әлі. Енді бұл әлі жүр. Капитан Бако не істеп жүр бұл уақытта? Бұл уақытта капитан Баколар мына жақтан көріп отыр. Казбала қазір бұл үстінен былай айналып бармақшы. Қателеспесем бұлар қазір казак Джокер там капитан Бакомен кездеседі. Так, мұнда кім? Мынау 777 болса керек. Иә, екеуі жабылып жатыр бұған. Енді бұл болмайды, кастер қойды. Граната атып отыр там. Екеулік дровашпен раштетті, бірақ өліп қалды. Енді не дегенмен екеуі ғой достар бұлар. Капитан Бако өлтірді. Енді бұны кім атып жатыр? Мәди болса керек. Жоқ, Мәди емес, Казбала. Казбала мына жақтан атып жатыр. Кызыл көкжал. Мәдиге барайық. Казбала енді ол артқа қайтуды жөн санаған сияқты. Енді казак Джокер не істеп жатыр? Казак Джокер, капитан Бако. Бұл екеуі қазір зонадан қиналатын сияқты. Енді бізде ол кезде Казбала екеуін де қирататын сияқты МК-мен. Капитан казак Джокерді құлатпады, бірақ ол зонадан өлетін сияқты шамасы. Өлді. Я, достар, бізде бірден Казбала 3-ке молодец. Просто топ. Енді көкжал бұл вообще красавет етіп ойнап отыр. Алдыңғы неде де бірақ келмен атқан болады. Енді мынаны Казбалаға хит берді. Ол бірден не қойды? Стенка қойды. Нормально. Енді мен болған кезде осы уақытта қырып тастайтын едім ғой достар. Енді Фрефер Дико саған рахмет, арнама жазылды. Енді МК-мен өте керемет атып жатыр. Минустарын қойып тастады казак Джокерге. Казак Джокерде 173 қыпы. Енді бұл уақытта Мади не істеп жатыр екен достар? Мади үйден шығуға мәжбүр. Енді бұл екеуі бір адамға жабылып жатыр. Бұл кезде казак Джокер артынан барып өлтірмекші шамасы. Казак Джокерді өлтір. Дәл осы уақытта Казбала келіп қалды. Казбала МК дроваш. Ема достар, айттым ғой, кызыл көкжал просто базар жоқ. Кызыл көкжал тағы бір рет. Осымен 2 рет біздің турнирімізде топ 1 алып отыр достар. Не деген? Өте нормально достар. Енді бізде ең көп адам өлтірген Казбала, енді оны өздеріңіз көрген шығарсыздар. 2 адамды, 2 ағалы ініні қырып тастады. Енді Казбала, енді 3-ші орын Мади 2 адам өлтірді. Казак Джокер 1 адам, капитан Бако енді екеуі бір-бірімен бірігіп там. Енді мына ердәулетті де алдарына қосып алу керек еді. Енді 3-еуі көрші ғой не дегенмен, бірақ қоспапты. Енді бізде мынау 11 Еруланбат, по-моему, сондай болу керек. Енді турнирге жазып жатыр. 2-ші хет Ташерна Деле дейді. 2 адам сразу атыстым ғой дейді. 2-ші хет кетті дровачпен дейді. Енді Мирас Маратов енді осы бала жеңді достар. Енді достар, видеосы давайте осы видеоға лайктаңыз, пытылат бассаңыздар. Енді арнаға тіркелмегендер болса, давайте арнаға тіркелеміз. Енді осындай видеолар көп болсын сіздер ол үшін. Просто лайк достар, және де арнаға тіркелу, және де видеоларымды өткізе алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және комментарийға сіздерге кім ұтады деп ойлаған едіңіздер үшін сол. Ой, енді негізі казак Джокер мен капитан Бако ағалы інілі екеуінің андай там екеуі бірігіп ойнағандары дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма там. Кызыл көкжалдың және Мирас Маратовтың 2 рет біздің турнирімізде
ұтып алғаныңызбен құттықтап кетсеңіздер болады достар. Достар, осындай турнир көп болсын десеңіздер, давайте лайк басыңыздар достар. Мен бұл турнирді достар тегін ұйымдастырып отырмын, тегін турнир. Енді достар, осындай турнирлер көп болсын десеңіздер, бұған кез келген адам қатысуға болады. Просто мен ВК-ға жазасыздар, и потом мен іріктеу басталды деп видео шығарған кезде ВК-ға жазсаңыздар болды, мен қабылдаймын достар. Кез келген адам, кез келген адам. Ендеше видео аяқталды достар, сіздермен бірге болған Ера. Видео ұнаса, давайте лайк басайық бауырлар. Қазақ көтермесе кім көтереді енді. Ендеше сіздермен бірге болған Ера. Давайте. Неше рет айтып жатырмын.